Саламатсыздар балдар, қалайсыңдар? Біздің сыныпқа жаңадан 2 оқушы келді. Ертең әжімде Ақылбек 80-ші мектепте келді. Ертең сен мында отыр, сен артқа отыр. Болды, барлықтарың отырыңдар. Сабақты бастаймыз. Саламат болғай. Қыз оқып сияқты ғой. Апайдың берген заданияларын соған істеп қояйық. Оқып сияқты ғой, ақшасын сұралайық та. Сияқты ғой. Солмайды. Аптасына бай 10 теңге қойдырамыз. 10 теңге не қылсын? 5 теңге сатасақ. Сауаппен шыққаннан келмейді. 2-3 мың сатап алмадық па? 2-3 мың аз болады, 5 мың, 6 мың жетеді. Смело кәсіп. Ақшасы бар. 10 сияқты ғой. Аптасына сатып. Ой, сущно ақша аламыз, 5-6 мың сонымен болды. Ой, не қыласың? Ала бітеді. Сонда да тапсамыз ақшаны қазір. 1 сағаттың ішінде оған. Болды ма? Мен қазір күшті нәрсені қалай. Еркеназ, сен бүгіннен бастап бізге берген тапсырмалардың барлығын орындайсың. Мен сенің сылтауларын қабылдамаймын. Апай, айтатын болсаң, тіліңді суырып алам. Дұрыс айтасың. Ақылбек, сен апта сайын бізге 2 теңге қойып тұрасың. Бірақ 2 теңге аз емес па, 5 мың олсай? Мақұл, 5 теңге. Сенің сылтау-мұлтауларың бізді қызықтырмайды. Апай директорға айтасың ба, апайға айтасың ба, бізге бәрі. Апта сайын 5 теңге қойып тұрасың. Апай, көке болам. Апай, көке болам. Сәлем, жаңадан келдің ба? Иә, өзіңіз бұрыннан бері жасамай. Жоқ, кеше ғана келгем. Атыңыз кім? Жанна, өзіңдікі? Ақылбек. Сіздер бүгін үйіңізге шығарып салсам бола ма? Білмеймін, көремін. Сәлем. Осы мектепке жаңадан келдің ба? Иә, жаңадан. Өзің бұрыннан оқисың ба? Иә, сол бұрыннан оқимыз ғой. Қай мектептен оқып келдің? 80-ші. 80-ші. Мектептің қыздары әдемі болып келсем, бірақ сен одан да әдемі келесің. Рахмет. Қаяқта тұрасың? Нұрсатта. Нұрсат деген алыс қой. Мен сен да айтса бүгін мектептен соң шығарып салайын. Көреміз. Көреміз дегенде, әшейін шығарып салайын, болып бітті. Жаңадан келген бала Жаннаға ғашық. Егасы Еркеназға ғашық. Сіз екеуміз. Екеуміз-ақ қалдық. Бізде ешкім ғашығымыз. Жаңадан келген бала Жаннаға ғашық. Бегасын Нойынкеге ғашық. Біз не сонда отыра береміз, Алтыда отырамызға кеттік пе? Кеттік. Байқауым болса, сендердің параларың жоқ сияқты ғой. Мүмкін жақын араласамыз, бір класста оқимыз ғой, киноға барайық, пара болып кетеміз. Шынында сендер, біз сендерге қарайды деп ойлайсың ба? Біздің вкусымыз ондай емес. Сонда сендердің вкустарың қандай? Несі бар? Менде шашымды өсіп, дәп қайырсам. Красавчик боламын. Несі бар? Мен деп тренировка істеп басты. Красавчик боламын мен деп. Сендер олай әдемі болу үшін 3-4 жыл керек шығар. 3-4 жыл емес. 1 жылда, максимум 1 жылда үстімізге костюм шалбар киіп алып, қолымызға гүл ұстап сендерге мә деп береміз. Тоқта, гүлді мә деп береміз олар. Деп құлайды да, сөйтіп біз олар көтеріп алып қоямыз, сөйтіп пара болып аламыз, сөйтіп кафеге барып пара аламыз. Қалып кинолар еттім. Зың. Кеттік сабақта.
шығарып саламын деп едім ғой. Ақылбек, тоқташ. Қайда кетіп бара жатсың? Вообще түсінесің, қызбен кетіп барадың ғой. Мен де жеттім келе жеттім. Үйде кетіпсің. Жанымда негізі саған қандай жігіттер ұнайды? Маған ба, ақылды, күші көп жігіттер ұнайды. Мен сонда қандай жігіт екенмін? Мен сені білмеймін ғой. Сен бүгін ғана келдің. Саған қандай жігіттер ұнайды? Айтпақшы, бос уақытында немен айналысасың? Менің бос уақытым жоқ қой. Үйірмелеріне барам, сабақ істеймін. Қалған жолды сен жұмыс ғой. Ой, Еркеназ, шашың қандай? Шашыңа алып қыз жігіт, асың қандай? Қой шейт кете берме. Қызға подкаст істеп отқанда істеп отырып қой саған. Енді шейт көп айта бермеш. WhatsApp-ыңды, Instagram-ыңды бер. Кешке бар, сөйлесейік. Кетіп бартқан кезде айтамын. Қыздар, күтіңдер. Мен тренировка істеуге кетіп жатырмын. Ал мен шашымды сүруге кетіп барамын. Шын жамас екен. Сен кет қайташы.